Сәлеметсіздер ме қыздар, сіздермен бірге шебер Гүлназ. Бүгінгі видеода біз осындай әдемі киндербоксты жинайтын боламыз. Қараңыздар. Өте әдемі көлемді киндербокс, ішіне кәдімгідей тәттілер сияды. Жаңа жылға балаларыңызға жасап берсеңіздер. Қараңыздар қандай әдемі. Осындай әлі де біраз тәттілер сияды. Қараңыздар. Опа, киндербокстың өзі. Ал видеоны соңына дейін тамашалап, осындай әдемі киндербоксты сіздер де жасап үйреніңіздер. Киндербоксымызды жасау үшін керекті заттар, ол бізде ең алдымен дайын шаблонымыз, карандаш клей, және де двухсторонний скотч, сызғыш, мынау менде тоқыма безі, сызғыш пен тоқыма безі бізге беговка жасау үшін керек, немесе беговка жасауға арналған арнайы өзінің құралы болады. Сонымен қатар бір қайшы двухсторонний скотчқа арналған менде, екінші қайшымыз қағаз қиюға арналған. Міндетті түрде двухсторонний скотчқа бөлек, қағазға бөлек қайшы арнаңыздар. Дайын шаблонымызды қыздар 300 грамдық немесе 260 грамдық қағазға шығарамыз. Принтерларыңыз 260-300 грамдық қағазды шығармайтын болып жатса, яғни сіздер 200-230 грамдық қағазға шығаратын болсаңыздар, міндетті түрде ватманмен қатайту керексіздер. Жақтауларында түбінде ватманмен немесе тура сол 230 грамдық қағазбен қатайтасыздар. Қақпағынан біреу, боковинасынан тура осы шаблоннан үшеу печет жасайсыздар. Түбі мынау біреу. Бұлардың барлығы бізде 300 грамдық қағазға шығарылған. 260 немесе 300 грамдық қағазға шығарамыз. Ал мынау 115 грамдық қағазға шығардым. Яғни ішкі қазір жабыстырған кезде зубчиктарын әдемілеп жауып тұру үшін осылайнан 115 грамдық қағазға 2 шаблон шығарып алдым. Осылай аппақ қылып. Соңында барлығын біткен кезде іш жағынан төбесіне және түбіне жабыстырамыз осы қағаздарды. Енді шаблондарымыздың барлығын контур бойынша қиып аламыз. Осылай шаблондарымызды қиып аламыз. Түбін барлығын қиып алдым. Басқа шаблон ойнау жаңа көрсетіп атқан деп не қылмаңыздар, алдын ала қиып дайындап қойғам, яғни видео түсірген уақытта тым ұзаққа созылып кетпесін деп жақтауларын барлығын қиып дайындап қойған болатынмын. Міне, қыздар осылайнан жақтауынан түбіндегісі үшеу, және де қақпағына жабыстырылатын жақтауларынан тоже үшеу. Енді мына нелеріңізге қақпағы мен түбіне астына двухсторонний скотчты осылайнан айналдырып жабыстырып аласыздар. Көрдіңіздер ғой, осылай айналдырып двухсторонний скотчты қақпағына және түбіне осылайнан айналдырып жабыстырып алдым. Бізге двухсторонний скотч осы үшін керек. Бұлай шетке қоя тұрамыз. Енді мына жақтауларына біз беговка жасау керекпіз. Так, біз шетке ала тұрайық. Барлығына беговка жасау үшін астына былай пакетик қойып қоям. Беговканы қалай жасаймыз? Міндетті түрде теріс жақ бетіне жасаймыз. Мына бетіне жасасаңыздар, краскасы ұшып кетеді қыздар. Краскасы ұшып әдемі емес болып қалады, сондықтан да астынан жасаймыз. Астынан енді тура дәл түсу үшін мен осылайнан жоғары жағынан нүктелермен былай белгілеп аламын. Нүктелермен белгілеп аламын да, екінші бетінен тура осы нүктелердің бойымен беговка жасай саламын. Қатырақ бастырсаңыздар, екінші бетінде көрініп тұрады. Тура осы нүктелердің бойымен сызып аламыз. Так, іш жағынан сызып, беговкамызды жасап алдық. Беговка бізде мынау былайнан тістері осылай қайырылып тұру үшін. Іш жағынан жасадық беговканы. Барлық жақтауларды осылай іш жағынан беговка жасап шығамыз. Беговка міндетті түрде жасалу керек қыздар. Беговка жасап алғаннан кейін, керек емес бізге беговка жасап алғаннан кейін, жалпақтарын бірге, яғни үшеуін, және қақпағындағы жіңішке осындай жақтауларды бірге бір-біріне клейлеп аламыз. Клей жағамыз. Скотчмен жабыстырсаңыздар да болады, двухсторонний, бірақ қазір соңғы кездерде двухсторонний скотч ашылып кететін болып жүр.
сондықтан да мен клейді қолданамын. Жақсылап клейімді жақтым. Так. Енді келесі жақтауымызды барлық жақтауына беговка жасап аласыздар. Міндетті түрде алдымен жабыстырмас бұрын. Одан кейін бір-біріне осылай жабыстырып шығамыз. Жалпақ жақтаулардың бірге үшеуін, жіңішке жақтаулардың бірге үшеуін. Бұндай Киндербокстың шаблондары менің Ару Дизайн деген авторлық каналымда бар. Сол каналға тіркеліп, тойбастар жасап, үйде отырып табыс табуларыңызға болады, қыздар. Клеймен жабыстырғандықтан енді біраз осылайнан клей кеуіп бір-біріне жабысқанша өстіп кішкене ұстай тұрыңыздар. 1 минуттай. Болды, жабысқан сияқты. Енді қараңыздар. Үшеуін бір-біріне жабыстырып аласыздар. Осындай ұзын бір жақтау болады сол кезде. Енді осы жақтауымызды домалақтаймыз. Бұл бізде Киндербокс жұмыртқаның пішінінде ғой, сол жерде әдемі оралып тұру үшін міндетті түрде осылайнан домалақтап алыңыздар. Бұл менен бір лайфхак. Мен осылай жасап жүргеніме уже 3 жылдай болып қалды. 2021, 22 және де 23 жыл мынау қазір. Киндербокстар идеальный шығады сол кезде. Тура осы мен көрсеткендей мастер-класспен жасасаңыздар, видеодағыдай жасасаңыздар. Осылай рулетик қып домалақтап аламыз жақтауын. Үстіңгі жақтауында тура осылайнан жасайсыздар. Үшеуін біріктіріп аласыздар. Алдымен беговка жасайсыздар мына зубчигінің түбіне. Одан кейін бір-біріне жабыстырып аласыздар. Сосын барып осылай домалақтап. Болды. Енді жібересіздер. Көрдіңіздер ме? Міне домаланып қалды. Жұмыс жасауымызға өте ыңғайлы болды. Бұл бізде асты, демек біз астына жабыстырамыз. Енді мына астына жабыстырған скотчты ашамыз. Қазір оны не қылмас бұрын бізге мына жағына қазір скотч жабыстырып алу керек. Мына шетін қиып алып тастай саламын. Қимай қойсаңыздар да болады. Маған осылай қиып алып тастаған ыңғайлы. Енді осы жаққа двухсторонний скотч жабыстырамыз. Мына былайнан қыздар қараңыздар, айналып, мына шетіне бастап жабыстырамыз. Сол кезде мына бүйтіп айналып іш жағына қарай кіріп тұратын болады. Сол үшін біз мына шетіне двухсторонний скотчымызды жабыстырамыз. Міндетті түрде қазір жабыстырып алыңыздар, себебі жан-жағын уже айналдырып жабыстырып тастағаннан кейін двухсторонний скотч жабыстыру өте ыңғайсыз болады. И мынаның іш жағынан жабыстырамыз. Мен бір Киндербоксты жинау үшін ұзақ уақытым кетеді. Кәдімгі жарты сағат 40 минуттай, мен біреуін ғана жарты сағат 40 минуттай жинайды, себебі оны аккуратно қию керек, потом аккуратно жабыстыру керек. Оңай емес. Осындай ғана ұзындықта қиып аламын да. Жабыстырамын. Так, болды. Двухсторонний скотчты ашамыз да, ақырындап жабыстырып бастаймыз. Осылай шетімен әдемілеп жабыстырып шығасыздар енді. Асықпаймыз. Сөйтіп.
айналдырып жабыстырамыз. Міне көрдіңіздер ғой, жаңа айтқанымдай іш жағына қарай кіріп тұрады. Енді мына двусторонний скотчтарымызды ашамыз да аккуратно ойлап жабыстырамыз. Тырнағым көп болса осы енді. Қырындап. Жабыстырalım. Артық жақтарын ақырын көрдіңіздер ғой, чуть 1-2 миллиметрға шығып тұр. Ішкі жақтауым. Соларды қайшымен ақырындап қиылап тастаймыз. Енді көрдіңіздер ғой, іш жағында осылайынан нелер тістер көрініп тұрады. Біз осыны жасыру үшін жаңағы қағазға шығарғандарды іш жағына тура келетіндей етіп қоямыз. Кішкене жоғары жағын қию керек. Енді тұп-тура болды, көрдіңіздер, жан-жағында тістері көрінбейді, өте әдемі, жұмысымыз тиянақты әдемі болып тұр. Жан-жақтарды нервный әдемі түскен. Енді қақпағында тура осылайынан үшеуін біріктіріп алдық. Беговкасын жасадық, одан кейін бір-біріне клейледік. Енді әдемілеп домалақтап аламыз. Міндетті түрде двусторонний скотч жабыстыруға ұмытып кетпеңіздер. Себебі соңында айналып келген кезде уже жабыстыру қиын болады. Так. Басымда жақта басталған екен. Киндербоксымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай, жақтаулары өте әдемі жабысты. Прям идеальный киндербокс болды. Енді ішіне өз қолымызбен наполнение жасаймыз. Наполнитель. Мен гофробумаганы осылайынан қиып өзім жасап алам. Гофробумага базарда, клейлі қалды өтем. Гофробумага базарда 600 теңге тұрады. Осыны аламын да. Өстіп бүктеп қия салам. Немесе готовый наполнитель сатып алсаңыздар болады. Килограмм 2200 теңгеден, 2000 теңгеден.
Өте әдемі киндер боксымыз дайын болды. Ішіне тәттілерін салып та дайындап қойдық. Қараңыздар, қандай әдемі болды. Прям идеальный болып шықты жан-жағындағы жақтауларының барлығы. Осы уақытқа дейін жасаған киндер бокстарыңыз өздеріңіздің көңілдеріңізден шықпай, жақтауларының барлығы көрініп, дұрыс жинай алмай жүрген болсаңыздар, онда міндетті түрде осы видео бойынша жасап көріңіздер. Сіздерден де міндетті түрде бір жасағаннан осындай идеальный киндер бокс шығады. Қараңыздар. Өте әдемі. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер, себебі алдағы уақыттарда да пайдалы видеолар салатын боламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.